Алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы мен көмегі көңілі үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне жоғары істейтініне жоғары баға беруі. 2016 жылғы 14 қазанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп жариялап, 1173 тарихқа қол қойды. Қазақстан халқының әке саған, әрқашан мейірімділіктен маған, жүрек пен анамыстық махаббатын, әкеті шексіз саған алсын. Өзіңе дүние құсын төрт білген, өзіңде сұлтанды кім көрген, алғысым шексіз саған жаным анам, әрқашан тілеуді тілеп жүрген. Өмірі ыстық өткен баласынан, аташым артықсың сен бар астынан, алғысты бір өзіңе жаудырамын, өзіңнің сананың артық қарасынан. Allah'ıma aytanımı şiksiz alғыс. Қашанда қарықтарымның әке саған, әрқашан мейірімді төктің маған, жүрек пен анамыстық махаббатын, әкеті шексіз саған алсын. Өзіңде дүние құсын төрт білген, өзіңде сұлтанды кім көрген, алғысым шексіз саған жаным анам, әрқашан тілеуді тілеп жүрген. Өмірі ыстық өткен баласынан, аташым артықсың сен бар астынан, алғысты бір өзіңе жаудырамын, өзіңнің сананың артық қарасынан. Күндіз күлмей кеткен еткен күнімде, әрқашанда мейірімді өткен күнімде, ақ жаулығы желбіреген әдетай мың алғысын айтады күнімде. Ұстазым, көзің асыл баға жетпес, әр көзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес, шәкіртін баласында ашқан үшін, әжеге ыстық алақан үшін, далаға көк шалғын үшін, сөзге жанды сұлтан